Құла мерген. Баяғыда бір Құла мерген деген батыр өзі аңшы жігіт болыпты. Батырлығы елге жайылған адам болады. Оның өзіне лайықты сұлу әйелі болады. Сол елдегі хан әр жерден сұлу әйел іздеп сұрау салады екен. Бір күні ханға бір мыстан кемпір келеді. Сізге мен лайықты адам табайын. Менің үйімде тазша балам бар, соған қызыңды берсең, дейді мыстан. Хан бұған келісіп, енді маған лайықты сұлу әйел ізде дейді. Құла мергеннің әйелі бір күні дарияның жағасына барып, басын жуып отырғанда, бір буда алтын шашы суға ағып кетеді. Бұл шашты мыстан кемпір тауып алып, ханға апарады. Бұл кімнің шашы? Не де болса, осы әйел менікі болсын, дейді хан. Тақсыр, бұл Құла мергеннің әйелінің шашы, дейді мыстан. Олай болса, қазір үйінің күл-талқанын шығарыңдар да әйелін мұнда әкеліңдер, дейді хан әскерлеріне. Бұл кезде Құла мерген аңға кеткен болатын. Ханның әскерлері келіп, үйдің күл-талқанын шығарып, Құла мергеннің әке-шешесін сабап, әйелін байлап алып кетеді. Құла мергеннің бір ер баласы мен бір қыз баласы болады. Олар үйде қалады. Құла мерген аңнан келгенде осындай жағдай болып еді. Енді Құла мерген ханның үйіне келіп, үй салып бер, әйелімді қайыр, әйтпесе бәріңді де қырамын, дейді. Ханның әскерлері көп болса керек. Құла мергенді ханның босағасына байлап тастайды. Құла мергеннің әйелі хан қасында жатады. Түн мезгілінде үйге өзінің қызы келеді. Ана қылышты алып бер, менің қол-аяғымды шеш, дейді мерген. Бұған қызы жауап бермей қашып кетеді. Оның артынан баласы келеді. Бұған да ана қылышты алып бер, менің қол-аяғымды шеш, дейді. Бала үндемей, дыбысын білдірмей барып, ханның басындағы қылышты алып, әкесінің байлаулы тұрған арқандарын қиып-қиып тастайды. Қол-аяғы босаған Құла мерген ханның өзін, әскерлерін қырады. Өлген ханның әскерлерінің ішінде мыстанның тазша баласы болады. Енді өлгеннің өшін алу үшін мыстан Құла мергенді өлтірудің амалын қарастырады. Құла мерген үйіне келеді. Құла мергеннің соңына мыстан кемпір түседі. Құла мерген әке-шешесінен ақыл сұрайды. Әкесі айтады: сен астыңдағы атыңмен қашып кет. Сенің қайда кеткеніңді біз айтпалық. Сөйтіп жүргенде сен ұзап кетесің. Егер мыстан кемпір сені бір жерден қуып жететін болса, сен мыстан кемпірдің сол көзінен ат, әйтпесе құламайды. Осыны орында, депті. Құла мерген қашып кетеді. Мыстан кемпір Құла мергеннің үйіне келіп, кемпір шалдан баласының қайда қашып кеткенін сұрайды. Біз білмейміз қайда кеткенін. Ол жөнінде сұрап басымызды қатырма, дейді мергеннің ата-анасы. Мыстан кемпір ештеңе өнбесін білген соң, желмаямен талай жерді босқа кезеді. Сөйтіп жүргенде бір ай өтіп кетеді. Ақырында Құла мергеннің соңынан қуып жетеді. Құла мерген желмаямен келе жатқан сол мыстан кемпір екенін біліп тұрып қалады. Бірінші кезекті мыстан алады да Құла мергенді атады. Бірақ оғы тигенмен Құла мергеннің сауытынан өтпей қалады. Екінші кезекте Құла мерген алады да әкесінің айтқанындай мыстанның сол көзінен атады. Мыстан кемпір жерге құлап өліп кетеді. Құла мерген мыстанның желмаясын жетектеп еліне келіп қызықты дәурен сүреді.